Барша хабардар болсын. Желіде жедел ақпарат. Сәлем қымбатты көрермен. Сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сіздерге ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткізу үшін әрекеттеміз. Сіз де жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетсеңіздер. Мүгедектігі бар және асыраушысынан айырылған азаматтарға 384 миллиард теңге бөлінді. Жыл басынан бері мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеуге республикалық бюджеттен 384 миллиард теңге жұмсалды. Бұл туралы Қазақстан баспасөз қызметі сілтеме жасады. Бұған қосымша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша шамамен 47,4 миллиард теңге сомасына әлеуметтік төлемдер жүзеге асырылды. Видеоролигіміз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз қымбат көрермен. Басқа да жаңалықтарды білу үшін арнамызға жазылып өтіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.